Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы жамаатының ilmi жаңалықтары айтарлықтай ilmi жаңалықтарға ерісіп келмекте. Сонда айтып кетуіміз керек, бүгінгі күнде біздің жамаатымыздың, филиалымыздың профессор оқытушыларының ilmi дәрежелілігі 43%-тен асып бармақта. Бұл профессор оқытушыларымыз тарапынан істеліп отырған ilmi жұмыстар, жаратылып отырған оқу қолданбалар, оқулықлар, һәм оқу методикалық жұмыстардың һәммесі өзінің нәтижесін беріп келмекте. Атап айтқанда, профессор оқытушыларымыз тарапынан істеліп отырған ilmi жұмыстардың һәммесі Қарақалпақстан Республикасындағы көркемөнер һәм мәдениет тарауындағы машқалалардан келіп шығып, солардың бір шешіміне қаратылғандығын айтып өтуіміз керек. Енді біздің профессор оқытушыларымыздың бүгінгі күнде алып барып жатқан көлемі жұмыстары, олар тарапынан істеліп отырған ilmi темалар, ilmi іздену жұмыстары тикарынан сол аймақтарды рауажландыруға қаратылған халқымыздың социалық-экономикалық тұрмысына бағдарланған ilmi темаларды тасиқланғандығын айтуымызға болады. Бүгінгі күнде енді біздің профессор оқытушыларымыз тарапынан атап айтқанда 2024 жылы халықаралық грантларға қатынасы біздің профессор оқытушыларымыз Россия Федерациясының Русский мир фонды тарапынан жарияланған Рус классиклері Қарақалпақ тілінде сөйлейді атамасындағы ilmi гранты мақұлданып, бұл грант шеңберінде көлемді жұмыстар әмелге асырылды. Бүгінгі күнде бұл грантқа профессор оқытушылар һәм бірқатар ынталы зерек студент жастарымызды қамтып алғанбыз. Бұл грант шеңберінде ilmi һәм әмели жұмыстар елде давам етіп келмекте. Сонда айтып кетуіміз керек, Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты бірқатар профессор оқытушылары біздің филиалымызда болып, біздің профессор оқытушыларымызға ilmi методикалық жәрдемдер көрсетті. Һәм біздің жастарымыз арасында болып, олар шеберлік сабақтарын өтіп, біздің институттың жастарының һәм профессор оқытушыларымыздың тәжірибесінің асуына жәрдемдерін көрсетті. Сонымен бірге біздің институтымыздың халықаралық байланыстар бойынша алып барылып жатқан жұмыстарына және де айтатын болсақ, біздің институт бірқатар дүнияның жетекші оқу орындарымен өзара ilmi байланыстар шөгімлестірген. Атап айтқанда, Россия Федерациясының Казан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты жамаатымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мұхтар Әуезов атындағы университеті менен бірқатар ilmi байланыстар шөгімлестірілген. Мінекей бұл айтып отырған жоғары оқу орындарының һәммесі де дүнияның ең абырайлы университеттерінен есептелінеді. Біз ойлаймыз, бұндай байланыстар біздің Қарақалпақстан Республикасындағы мәдениет тарауына өздерінің бір ұнамлы тәсірін тигізеді деп сенеміз. Енді біздің институтымыздың ilmi жаңалықтарынан айта кетерлік жаңалық бұл институтымыздың, филиалымыздың ilmi журналы, яғни Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы хабаршысы атамасындағы ilmi журналымыз жарық көріп, бұл ilmi журналымыз Өзбекстан Республикасы жоғарғы аттестация комиссиясы тарапынан мақұлданып, тізімге алынып, бүгінгі күнде профессор оқытушыларымыздың ilmi тараудағы алып барып жатқан жұмыстарына үлкен бір шарайатлар жаратпақта. Һәм бұл журналға Қарақалпақстан Республикасындағы басқа да жоғары оқу орындарының профессор алымлары, өзіміздің профессор алымлар һәм басқа да қоңсы мемлекеттерден бірқатар ilmi мақалалар беріліп, журналымыз өзінің рауажлану жолын давам етпекте. Міне бұл айтып отырған көз қуанарлы, мақтанышлы ilmi бағдарлардағы алып барып жатқан жұмыстарымыз және де давам етеді. Осы жылда жоғары кеңес тарапынан тасдиқланған жол картаға муафиқ һәм жоғары білімлендіру һәм ilm инновациялар министрлігі тарапынан тасдиқланған жол картаға муафиқ біздің жұмыстарымызды режелестіріп алғанбыз.
бұл бағдарда профессор оқытушыларымызға кафедраларымыз тарапынан іс-ережелер істеп шығылып, бұл жол карталарының орынлануында үлкен жұмыстар давам етпекте.